Сәлем достар, бұл PHP курсының 3-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта айнымалылар туралы үйренеміз. Айнымалын түсіну үшін сіздер жәшікті елестетсеңіздер болады. Кез келген бір жәшікті алатын болсақ, мысалға, оның ішіне біз зат сала аламыз. Мысалға, сізде алма болса, сол алманы жәшіктің ішіне саласыз. Дәл солай сияқты да айнымалының ішіне де ақпаратты сақтауға болады. Жалпы сол жәшіктердің жиынтығын қойма деп қарастыратын болсақ, олар компьютерде жедел жад болып саналады, оперативка дейді орысша, және де ағылшынша 3 әріппен RAM деп жазады. Неғұрлым көп айнымалы жасайтын болсаңдар, олар соғұрлым жедел жадтан орын алатын болады. Және де айнымалының көлеміне байланысты ол тағы. Бір айнымалының ішіне көп ақпарат сақтайтын болсаңыздар, дәл солай жедел жадтан да сақталатын орны көп болады. Жалпы жедел жадта сақталатын ақпараттардың барлығы компьютер сөндірген кезде олар өшіріліп қалады. Қатқыл дисктен айырмашылығы сондай. Қатқыл диск деп отқанымыз орысша жесткий диск деп айтады, hard диск. Яғни уақытша сақтайтын ақпараттар жедел жадта орналасады. Ал енді біз айнымалыны бастап көрсетейін салып, мен алдыңғы сабағымызда жасап кеткен қалың қалай деген жазып отырмын міне. Осы қалың қалай дегенді өшіріп тастап біз басқаша жазайық. Мысалға, айнымалыны жариялау үшін біз міндетті түрде доллар таңбасын салуымыз керек. Яғни доллардан бастап жазылатын болса, ол айнымалы деген сөз. Мына экранда көріп тұрғандарыңыздар, міне төменгі сызықшамен жазылғандардың барлығы, және де тағы да онан кейінгі міне аргумент, globals деген осы көрсетілген айнымалылардың барлығы, олар глобальдік айнымалылар болып саналады. Мұны келесі сабақтарда көрсетіп кетемін. Қазіргі сабақта тек біз қарапайым айнымалыны жазып кетейік. Car деп жазамыз ол үшін. Машина деген сөз. Содан соң тең болады деймін. Яғни осы кардың ішіне салам деймін. Нені салам? Мен тырнақшаны салам. Тырнақшамен жазылатындар олар string болып саналады. Строка жол деп айтады. Қазақтардың сүйікті машинасын сол баяғы Camry'ді жазайық. Содан соң міндетті түрде мен осы операция аяқталды деп нүкте өтірді салам. Содан соң мен астына эхо деп жазып кетем. Эхо деп отқанымыз экранға шығару, басқаша outputке шығару деп айтады PHP-де. Outputымыз біздің ол HTML құжат, браузерде көрінетін. Сондықтан да браузерден шығады десек те қателеспейміз. Содан соң мен осы жоғарыда көрсетілген car айнымалысын жазып кетейін. Міндетті түрде нүкте өтірді таңбасын салам. Яғни осы операция орындалды деймін. Сіздерге қара түсіндіріп кетейін. Мен car айнымалысын жарияладым. Оны доллар таңбасымен міндетті түрде. Содан соң мен тең болады салдым. Яғни осы car айнымалысының ішіне сал дедім. Нені сал дедім мен? Тырнақшамен Camry жазуын жаздым. Яғни осы Camry жазуын car айнымалының ішіне сал дедім. Осылайша біз салынған carдың ішіндегі Camry'ді міне қазір эхо арқылы шығарамыз. Яғни біз эхо деп carдың ішіндегісін көрсет деп жатырмыз. Естеріңізде болсын, айнымалыны ешқандай теңестірмесек онда біз оны шақырып жатырмыз. Яғни ішіндегі затты көрсет дейміз міндетті түрде. Мына Camry жазуы, мысалға, мына cardың орнына былай тұрған сияқты болып тұрады системада. Солай орындалады. Сондықтан да кез келген уақытта сіз айнымалыны шақыратын болсаңыз, осы Camry'ді жазуын ішіндегі тұрған нәрсесін үнемі көрсететін болады. Сақтадым. Парақша бетін жаңартайын. Camry жазуы шықты, көрдіңіздер міне. Яғни осы айнымалыға не сақтадым, сол шығып тұр міне. Жалпы екі жолды біріктіру үшін нүкте арқылы біріктіреді. Осы кардан кейін мен мысалға тағы да жолды қосып салайын. Нүкте салдым. Содан соң тырнақша салам. Is good car деп жазайық. Леппегізді салып қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартып тексеріп көреміз. Camry is good car. Яғни бірінші ол мына Camry айнымалысының ішіндегі мәнін шығарды да, содан соң бізге is good car сөзін қосып берді. Неге? Өйткені кодымызда солай жазылды. Біз car айнымалысының бірінші ішіндегісін ал дедік, содан соң нүкте арқылы жалға дедік. Нені жалға дедік? Біз тағы да жол stringті жалға дедік. Міне. Is good car деген сөзді. Оны эхо арқылы, оны оператор деп айтады. Міне экран бетіне шығардық. Мен бағдарлама барысында car мәнін өзгерткім келсе, мен осы cardың астына, мысалға мен қайттан cardды шақырамын да, оның ішіне сал деймін. Содан соң тырнақшаны ашамды, акцент деймін. Жауап тастайық операциямызды. Содан соң сақтап, қазір мен сізге экранға көрсететін болсам, акцент is good car деген жазу шықты. Неге? Өйткені біз Camry'дің үстіне акцент мәнін беріп тастадық. Яғни мына car айнымалысына бірінші біз Camry жолын бердік. Содан соң қайттан соның үстіне акцент мәнін бердік. Жаңада мән берген кезде оның алдыңғы мәні өшіріп қалады, Camry деген сөз. Содан соң қайтадан жазады міне акцент деп. Яғни кодымыз жоғарыдан бастап, алдыңғы сабақта айтып кеткендей төменге қарай орындалады. Тағы да қызық нәрсе көрсетіп кетейін. Мен Camry'дің орнына Toyota деп жазайын, ал акценттің орнына Camry деп жазайын. Қазір бізде ендігі сөз Camry деген шығады. Өйткені біз Toyotаның үстіне жазып тастадық. Сақтадым, парақшаны жаңартып көрсетейін. Camry is good car деген сөз шықты қайттан. Енді тағы да бір қызық нәрсе көрсететінім бар. Дәл осы жерге тең bo'laдың алдына нүкте жалғайтын болсақ, ол деген мына жерде мана нүктені түсіндіріп кеткенімдей, екі жолды біріктіретін команда ол. Біздің жағдайда тең bo'laдың алдына салатын болсақ, ол осы Toyota сөзіне апарып Camry сөзін қос деп жатырмыз. Содан соң біз эхо арқылы шығар деп жатырмыз міне карды. Мына is good car мен қосып бірге деп жатырмыз. Сақтап, парақшаны жаңартып сіздерге көрсетейін. Toyota
Camry is good car. Бірақ мынаның арасында пробел жоқ, өйткені мен пробел салмай біріктіріп тұрмын. Пробел салғыларыңыз келсе, мына Toyota'дан кейін салсаңыздар да болады, мұнда болмайды. Болмаса Camry'дің алдында да салсаңыздар болады. Еш айырмашылығы жоқ, сақтадым. Қайттан көрсете салайын міне. Toyota Camry is good car. Жалпы мына код кішкене қиын болып кеткен болса мен қысқартайын. Is good car дегенді алып тастайын. Міне сақтадым. Toyota Camry деген сөз шығу керек қайттан бізде. Тек қана екі-ақ сөз шығып тұр міне. Неге? Өйткені мен мына жерде Toyota'ны бірінші car айнымалысына салдым. Содан соң car айнымалысына үстіне оның қос дедім. Camry міне пробел арқылы жазылып тұр. Сосын сол қосылған мәннің барлығын міне карды көрсет дедім айнымалысын. Жалпы мына жерге келген кезде қазір мен комментарийға жазып көрсетейін. Ол карды Toyota деп жазды бірінші осы жерде теңестіріп алып. Camry деп келген кезінде осыдан кейін пробел деді. Ол алтта үстіне Camry'ді қоса салды. Содан соң шыққан мәніміз міне Toyota Camry'ға тең болды. Енді Toyota деген жазғанның орнына мен сан жазатын болсам, мысалға 18 деп, бұны integer деп айтады. Келесі сабағымда айнымалылар түрлерін көрсетіп кетем. Содан соң мен карға қосамын деп жаздым. 2-ні деймін. Содан соң ол кар мен 18 санын 2-ні қосады. Мәнін көрсетейін. Тең болады 20 деп тұр. Болмаса да мен бірден осы жерден 18-дің алдына тағы 2 қосып жазатын болсам, ал мына жерге мен өшіріп тастайтын болсам 2 қосуды. Дәл сол сан қайттан 20 деген шығады міне. Өзгермей тұр. Жалпы санды салған соң кар деп жазғанымыз айнымалын дұрыс емес, car count деп жазайық. Яғни көліктің саны деп жазайық. Содан соң біз тағы да астына per price деп жазайық. Яғни біреуінің бағасы дейміз. 500 мың теңгеден дейік. Сондай арзан машина болсын. Әумин деп тілеп, осындай жаңа машиналардың бағасын азайта берейік. Содан соң мен тағы да үшінші айнымалын жазам, total деймін. Яғни барлығы. Мына car count пен көбейтемін per price-ті. Яғни бір машинаның құны 500 мың деп көбейтіп жібереміз. Содан соң 20 машинаның бағасын шығарамыз. Ол үшін мен totalды аламын да экранға шығарамын. Салдым, сақтадым. Парақшаны жаңартайық. 10 миллион пайда болды міне. 10 миллион. Яғни 20 судай жаңа машиналарымыздың барлығы 10 миллион қалсақ болады. Неткен керемет баға. Тума туыстарыңызға таратсаңыздар да болады бұл машиналарды. Әзірге тумаларымыз жаңа көлікті тамсалап мініп тексеріп жатқанда біз кодымызды әрі қарай жалғастырайық. Мына жерде мен неге car count деп жаздым? Өйткені машинаның саны деп жаздым. Байқасаңыздар, мен бұны camel case бен жаздым. Camel case деп айтады. Яғни бірінші әрпі кішкене әріппен жазылады, содан кейін келесі сөзді біз үлкен әріппен бастап жазамыз. Ол camel case деп айтады. PHP тілінде осы жазу стилін қолданады. Тағы да бар түрлері ол Pascal case. Бірінші әрпі үлкен әріппен жазылатын түрі. Тағы бір түрі kebab case деп айтады. Яғни ол сызықша арқылы жазылатын түрі. Содан соң snake case деген бар. Ол төменгі сызықша арқылы жазылатын нәрсе. Мысалға мына snake case'ді Python'да қолданады. Kebab case'ді CSS тілінде қолданады. Ал Pascal case'ді класс атауларын жазған кезде тағы да сол сияқты бір ережелер бар. Мен келесі сабақтарда көрсетіп кетем. Сол кездерде ғана қолданады. Міндетті түрде сіздер оны ағылшынша жазыңыздар айнымалының атауын. Car count деп мысалға per price сияқты total деп жаздым міне. Орысша немесе қазақша жазудың қажеті жоқ, ол жаман практика болып саналады. Содан соң неғұрлым айнымалының атын ашып жазуға тырысыңыздар. Мысалы car count-тың орнына сіздер әшейін count деп жаза салмаңыздар. Мысалы count деп бұлай жаза салу дұрыс емес. Ненің count екені түсініксіз болады. Егерде сізде айнымалының мәнін түсіндіру үшін 10 сөз қолдану керек болса, 10 сөзді еш ұялмастан қолдана беріңіздер. Неге? Өйткені мағынасын ашық түсіндіретін болса болғаны, ол ең дұрыс практика болып саналады. Жалпы констант деп отқан не ол? Ол берілген мәнді өзгертпейтін кезде қолданатын нәрсе. Ол үшін біз const деп жазамыз. Содан соң константының атын жазамыз. Міндетті түрде үлкен әріптермен жазыңыздар. Себебі бұл өте дұрыс стиль болып саналады. Содан соң мен мысалға статусқа актив деп берем, яғни жасап тұр деген сөз. Статусты көшіріп алайық та эхоның орнына салайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне актив сөз шығып тұр. Оның айнымалыға қарағанда қандай армайшылығы бар константтың? Егер сіздер математика немесе физика пәндерін естеріңізге салатын болсаңыздар, констант деген мән ешқашан өзгермейді. Ол басында бір мәнмен алынады, сол күйінде қалады. Ал айнымалы өзгеріп тұрады. Бұны ешқандай да мен осылай статус актив деп жазу алмаймын. Жазсам мен қате шығады. Міне синтаксистік қате шығып тұр. Ал констант деп қайттан статусты да жаза алмаймын, өйткені мен жоғары жақта оны жариялап қойдым. Менің редакторым ұрсып көрсетіп тұр, ол дұрыс емес деп. Сондықтан да бұлай қайталап жазбаймыз біз. Ол өзгермейтін күйінде қалады. Тағы да бір константтың жариялайтын әдісі ол define арқылы. Define деп жазамыз әуелі. Содан соң тырнақшаны саламыз. Host name деп жазайық мысалға. Байқасаңыздар, мен host name деген сөзді төменгі сызықшамен бөлдім. Яғни константтар бірнеше сөзден құралатын болса, олар төменгі сызықша арқылы бөлінеді. Ішіне
шын болат .kz деген сайт болсын дейік мысалға. Содан соң осы жерде нүкте тырнақшаны салам, операциямыз аяқталды деп. Host name'де мен дәл солай міне echo статуста қалай константты шақырдым. Константтың барлығы еш тырнақшасыз жазылып шақырылады міне host name деп. Сақтадым. Парақшаны жаңартатын болсам, шын болат kz константы шығып тұр міне. Жалпы мына define мен константтың қандай айырмашылығы бар? Констант жоғары жақта бір рет көрсетіп біз тек қолдана берсек болады кейін, ал define'ді біз функциялардың ішінде қолдансақ та болады, әртүрлі циклдардың ішінде қолдансақ та бола береді. Сондықтан да екі әдіс те пайдалы, өзіңе қажеттілікке байланысты көбіне қолданатын define болып саналады. Осыменен сабағымды аяқтадым. Әрине сіздерге қиын болған шығар, бірақ сіздер еш берілместен әрі қарай беріңіздер менің сабақтарымды, және де міндетті түрде менің жасап жатқан заттарымның барлығын қайталап жасаңыздар, практика жүзінде естеріңізде қалу үшін. Өйткені практикасыз бұл білімдердің бәрі ұмытылып кетеді. Көп үйренген сайын сіздерге сабақтар жеңілдей береді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.